Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен бірге бұл әрине аппақ кезет арнасы, яғни өздерінің видеоның тақырыбында көріп отқандарындай, біз бүгінгі видеомызда, яғни осы Индонезия регионына кіріп, осы жақта жалпы қандай заттар шыққанын бірге көретін боламыз. Енді сендер жалпы Индонезия регионына қалай кіру керек екенін білесіңдер. Енді мен жалпы оны алдағы каналдарымның бірінде көрсеткен болатын. Енді мен осы жерде міне көздерін көрдім, жалпы біз Индонезия регионына кіріп тұрық. Енді бұл жақта бізде қандай заттар шықты, соны бірге көрейік. Ең әуелі біз әрине джекпотқа кіреміз. Так, мына жақтағы бұл жалпы бүкіл СНГ регионнан басқа барлық регионда бар заттар. Так, одан кейін біздегі кезекті дәл осындай, яғни диглға арналған скин шығады екен. Бүйтіп қолға ұстаған кезде жалпы осылай тұрады екен. Мен жалпы алдың қалдың бірінде осы бізге алдағы шығатын заттар деген видеода осы жалпы диглды көрсеткен болатын. Енді бұл дигл қазір біздің регионға шыққан жоқ, бірақ Индонезия регионына шығып қойған екен. Так, одан кейін бізде дәл осындай стенк шыққан екен, яғни бір жақта балапаны ма, құрсын қаздың ба, бір балапан сияқты бір стенкі екен. Және де оның дәл осындай рюкзагы бар. Егер де сендерге жалпы бұл заттар түспейтін болатын болса, яғни осы жақтағы диглдың скин 200 жетонға, стенкінікі 100, әрине рюкзакты 65 жетонға айырбастасыңдар болады. Бірақ менің негізгі ойымша сендер диглға бола 200 жетон жинайды деп ойламаймын. Жалпы өткені какой-то диглдың әшейін скины, бірақ еще бұда урон 2 скин, ойлаш. Менше какой-то дигл десем, бұда урон 2 екен ғой скины, көрдіңдер ма? Жалпы бір мықты дигл сияқты, өткені урон 2-нің өзі денеге 100-ден көп урон жейді. Яғни кәдімгі дигл мысалы 90 урон жесе, ол пайда 100-ден көп урон жеу керек. Так, біздегі кезекті джекпотымыз, яғни бізде дәл осындай джекпот шығады екен. Так, қателеспесем біздің СНГ регионына бұл шығып келеді. Так, одан алып тұрсақ, бізде так бірінші попиткадан бесплатно өсем, сөйтемізге 9 алмазға жалпы ашуға болады екен алғашқы попитканы. Енді аяқтап тұр, енді жалпы 6 попиткашынар 15 алмаз, 7-ге 30, 8-ге 50 алмаз еді. Енді бұлайынша сендерге онаны дакас ашуға кемінде 1500-2000-дай алмаздарын кетеді, бірақ тауар типі сендерге бонус есебінде 85, жоқ 95 алмаз, я сондай бергендей болып тұр. Негіз ондай қатты маңыздылығы жоқ деп ойлаймын. Так, одан кейін бізде, яғни доктор Ред, жаңағы қызыл дәрігер дейді қазақша аударғанда. Дәл осы набор шығады екен. Енді бұл набор біздің регионға қателеспесем бір бомағыр бір заттарға шықты. Так, қазір бізде бұл кубта тұрма, сондай бір зат. Еще мына заттарды жалпы бөлек түсіруге де болады екен. Негізі былай пайот наборы, сонда қолында қан ба, не пәлен орсын, қалай набор өзі әшін шығара саған ба, не істеген өздірім түсінбедім. Так, еще жоқ, бұл монета тұр екен ғой, я монетаның жалпы жетона болса, онда пайдет, негізі бар ғой, именно осы Индонезия регионына. Так, одан кейін бізде жалпы келесі мынандай бір ашатын сияқты зат, енді типа бұл бізге мынаған ұқсайды екен, соның бір екінші түрі десе де болады. Бұл бізде парафал, фалион деген жалпы нема, парафал ма сондай. Бірақ мен жалпы өзім білемін, именно осы парафал жалпы бізге Free Fire'ға шыққан кездегі ең мықты жалпы эволюциядан кем түспейтін парафалдардың бірі, яғни құстың суреті тұра ма, сондай сияқты бір зат екен, бүркіт па бір бәле. Так, бізде еще бұдан бөлек, бұның қасына бізге гранатаны қосқан, касаны қосқан, андай бізге жалпы аспаннан түсетін таска, соны қосқан, катана, әрине эмоциясы. Жалпы менің алдыңғы аккаунттың бірінде осы зат болған, енді қазіргі аккаунтта жоқ. Так, бұл жақта да дәл сондай екен. Бізде яғни осы парафалдарды осындай жетондарға жалпы кітаптың ішіндегі заттар ғой. Енді бұл кітап бізде нешінші уровеньге дейін, бір 8-9 уровеньге дейін ба барада, сол кезде осы заттарды береді. Так, одан кейін бізде дәл осындай жалпы алмазын джекпот оружиеге байланысты, енді бұны алмазын купонға айналдырсаңдар да болады. И ішінен куб бар екен. Біз кубқа былайша ондай қатты мықты заттар жоқ негізі. Мына жақта енді біздегі дәл осындай бір джекпот шыққан екен. Так, бізде жалпы олдыкі осында. Енді бұл джекпоттардың жалпы үшеуін сүрге болады екен. Қыздарға арнаған набордан, по идее осы қыз наборы пайдет секілі үстімен бұтын былай киюге болады. И шашы да жалпы әдемі прическалардың бірі десе де болады. Так, мына олдық енді онша емес, маған ұнамады. Жалпы бұл набор именно мынау мен мынау жалпы өте әдемі наборлардың бірі. Әрине үшеуінде 202 олдықын, яғни 250 жетонға, қыздықын 200
20 жетонға жалпы ауыстырсалар болады. Және де әрине осындай бояқ пропуск, енді бізде бұл бояқ пропуск бізге де шығады. Негізі ондай қада таңғалатын зат емес, бірақ бізден айырмашылығы бұл жалпы пропуск бітем дегенше тұрады екен де, бізде жалпы тек қана бір апта ғана шығады әр пропуск сайын. Әрине тағы да инкубатор, енді мына жақта инкубаторда енді бізде так мына камень и 3 чертежі 3 түрлі ма сондай. Мынау бізде так қателеспесем айын 94-кі мына қоянның наборы, ал мынау әрине калаш мына өзінің суреті тұр екен. Ал обменнигіне кіретін болсақ, енді калашты жалпы өйстіп алсындар болады. Енді ең жарымда калаштың өзі магазинді войне скинімен екен. Так, мына жақта жалпы қоян наборы бар. Енді мына қоян наборы өте әдемі. И бірінші мен екінші призікі өте әдемі негізі, бірақ үшінші приз ондай қатты мықты емес, бірақ негізі үстін киюге пайдет десе де болады. И қыздыкының өзі так мына шаш ұқсай ма? Ажы шаш екі түрлі екен, Былайша мынау шаш әдемі екен, мен байқағаным үшінші призі қыздың шашы әдемі тем бірге қарағанда, сондай. Үшінші приз әдемі негізі, мен ойымша жалпы, сендердің ойларыңша қалай? Так, біздегі әрине агент 94 дейді, бізде яғни осындай навыктар бар екен, урон 2 дейді, нада скоростен 2. Негізі бар ғой, а дальний оружиеге скорость 2 дұрыс. Мынау негізі, мынау главный приз болу керек, мынау екінші приз болу керек негізі. Сәл қате болып кеткен бар вале. Так, одан кейін жалпы джекпоттарды көрдік. Енді біздегі магазинде не шыққан екен? Жалпы магазинде мына жақтан так астына түсейік. Бізде мына наборлардың барлығы бар екен. Енді бұлар қателеспесем бұрында пропускке шыққанда қандай чертеж сияқты заттар, чертеж емес, камень ба, сондай заттар. Енді бұл заттарды сендер өздерің білетін шығарсыңдар деп ойлаймын. Так, мына жақта бізде не бар? Короче, мынандай бір дракон наборлары, енді сундукқа шығып болады. Енді бұл наборлар біздің регионда да қателеспесем болу керек, бірақ мына жақта да бар екен. Ал новыйда шыққан наборда, мына жақта так, мына наборларды мен жалпы бұрын сонда көрген секілдімін. Ешқандай жалпы неқа зат енді мен көрмеген, ешқандай зат қосылмаған секілді. Коллекция келетін болсақ, бізде жалпы эмоциядан, короче, мынандай эмоция жақында қосылған екен. Бірақ менің бір байқағаным, бізде жалпы СНГ регион қарағанда эмоция жағынан жалпы Индонезия регионның магазины әлде қайда мықтырақ. Мысалы ретінде мынандай бір эмоция бар екен, и мына эмоция бар. Так, бізде одан кейін тағы да қандай бір эмоция бар екен. Так, мына эмоция бар. Мынау бар дейді. Так, біздің регионда енді бұлар бар ма жоқ па нақты білмеймін, бірақ менің байқауым бойынша эмоциядан Индонезия регионы мықтырақ. Еще бұда каждый эмоцияны бір күнге алуға болады, яғни 5 алмаздан. Біздің регионға әлі бұндай зат шыққан жоқ, бірақ мына жақта бар екен. Ал мына жақта розовый эмоцияны 4 алмазға, ал кәдімгі простой эмоцияларды 3 алмазға алуға болады екен. Ал мыналарды вообще 2 алмазға шағын лол, шапалақ, ана мынау үшін. Так, скайджет нашар бізде, рузактардан дым қосылмаған. Енді мынандай бір әдемі рузак бар. Так, мына рузакты мен бұрын соны байқамаппын, біздің регионда бар мына рузак. Елесті мынандай бір алмаз беріп тұр ма? Бірінші уровень осындай елес болып тұрады, екінші уровень осындай, үшінші уровень андай. Яғни мен бұл затты біздің регионнан әлі көрмедім сабитлардан. Сендер көрдіңдер ма жалпы мына рузакты? Бірақ өте әдемі рузак секілді арқа таққан кезде, короче, осылай тұрады жалпы әдемі. Так, бізде осындай пілдің руза бар екен, енді пілде бірінші уровень, екінші, үшінші уровень. Ондай қатты мықты емес, бірақ пайдет. Бірақ мен бұрын сонда көрмеген рузактардың бірі екен. Так, мына жақта тағы да не рузак бар, жалпы мен бұрын көрмеген. Так, мына жақта еще рузактарды да жалпы бір күнге алуға болады екен, Енді ұнаған рузагыңды ше өзіңе. Так, одан кейін бізде спортқа жалпы майшаны скиндаран. Так, бізде магазинде мынау жоқ. Так, сосын негізі неқта бұлайша барлығы жоқ сияқты, Мына мотоның скинін мен бір шет көріп тұрмын. Бұрын сонда көрмеппін мына мотоның скин. Біздің регионда жалпы магазинде бар ма? Соны комментке жазып кетіңізші, мен что-то білмейтін, скинді жалпы бұрын сонда көрмеппін. Так, біздегі жалпы мынандай бір не шыққан екен. Жоқ, шыққанда бұл зат пайда бізде бар емес па, Бізде бар, И мынаны көрген жоқпын енді мен. Мынаны бірінші рет көріп тұрмын. И мынаны да бұрын сонда көрмеппін. 3 дигл. 3 диглдің ұлтымен, яғни диглмен өлтіріп көсіңдер, өйстен қуасындар ма, сонда қалай? Так, мынау рузакты да көрмеппін, Мынау успы ма? Успыларды рузакқа салып кеткенде, и соны ұлт сияқты тұра ма, сондай зат, Ал даскадан бәрін көріп тағам. Так, мына парашюттан нашар екен, жалпы арушилерден енді. Мына скин, так, мынау не скин? Жоқ, бізде бар бұл, Какой-то бір оңай затқа шыққан бұл.
И мына стенка жаңағы бізде елестің дей ма, ошым соның стенкасы екен. Мынаны да енді мен бірінші көріп тұрмын. Мынау ит па? Так, мен бұл итті по идее көрген жоқпын, что-то мен бірінші байқап тұрмын. И мынаны да енді көріп тұрмын. Біздің регионда қателеспесем бұлар әлі Сабитаға шықпаған секілді, мына жақта уже магазинде тұр екен ғой, Мынаны да жоқ тұрмын. Мынау маған таныс ше. Мына білмейтін бірақ ше нақты. Нақты білмейтін. Мынау зат жапа бізге шықты ма мынандай бір? Мынау именно осы гранта білесіңдер ма? Білетін болсаңдар комментке жазып кетіңізші, мен өйткені білмейтін мына зат жапа бізге шықты ма, шықпады ма. Ал кубтардан бізге көрейік, жалпы мына жақтағы жарым заттар, мына соңғы шыққан енді кубқа Индонезия регионында осында екен. Мына жақта так не ерекшелігі бар. Так, мына қызық емес. Оппы, мынау тұр ойлаш. Мына скенде еще бұда навык қосқан. Бұрында бұл бізде қашан алмаз джекпотқа шыққан болатын 2017 жылдары. Яқта уже навык көп тұр екен, Биомеханика бар, бізден алып тастады. Мынау бар, еще танк мастер бар, ойланыш, танк мастер. Клоун дейді. Так, мынаны да алып тастады бізден. Мынау Муланды да алып тастады. Так, бізде осындай жалпы осы набор артишке синейді де алып тастады. Так, мынаны да алып тастады. Жалпы кубтың аш жағында ол заттарды жақсы қосқан екен мен байқауым бойынша. Енді питоместің скиндарына келетін болсақ, бой, мынандай скин бар ма не? Только леси верет питомес тима құрсын. Мынау не мынау қараш? Мынада жоқ. Ажа менде жоқ екен ғой бәсе. Короче, мына скин мен енді көріп тұрмын. Бұрын көрмеппін. Ал так, мына скиндер енді бұрында берген 2021-20-ларда или 19-да ма берді, пайды ол скиндардың бірі. Так, мына эмоцияларды білем, бірақ эмоциядан аз екен, слабый екен аяқташы. Бізде мысалы біздің регионда эмоциядан өте көп. И питоместің скинді өте көп біздің регионда. Мына регионда жалпы ондай жақтардан слабый екенмен байқағанымше. Негізі былайша біздің есен регионы Индонезияда кеміспейді, тек заттар кеш шығады демесең. Так, енді бізде, короче, мынандай бір не шыққан екен. Бізде, яғни тайни магазин дей ма, ошым сондай сияқты. Бізге қанша 70%-ке түстейді. Так, бұл жақта бізде олдардан, короче, мынандай бір жарым набор ма құрсын, немене бәлен вообще. Так, үстін киік, үсті пайдет негізі. Фото ондай қатты мықты емес, аяп кейіне жарым. Шашы ондай қатты мықты емес. Так, ал дәл соны міне қыз түрі. Мен пайди осы бір алдағы видеолардың бірінде мен осылай заттарысында көрсеттім ау, бірақ бізге әлі шыққан жоқ. Мына шапкасы мағындаған, сол кезде так маскасындай қатты біліне қоймайды. Мынандай бір жалпы купон шығады екен бізге. Квест деген ба, сондай купон. Енді бұл купон мега айналдыратын. Бірақ шығатын заттардың бірі екен. Так, мына жақта жалпы полный заттар дейді, мынандай бір эмоция шығады екен. Так, бұл эмоция біздің регионға шыққан болатын, бірақ әлі магазин ба ешнәрсе қосылма, мына жақта уже тайнида тұр. Ну, жұмысын тайнинан алып кетсеңдер болады. Так, тағы да не ерекшелік бар, мынау жалпы так осындай несі екен. Мына жақта, так, бізде мына шлепкалар ойлаш. Мына шлепка жалпы бізге бұрын нешеде 2020-да қосты. Одан кейін жалпы әлі қосқан жоқ. Біздің магазинде білем, қазір бар ма жоқ па, білетін болсаңдар комментке жазып кетіңізші. Егер де біздің магазин қоспаған болатын болса, именно осы шлепка бар ғой. Енді біздің регионда тек қана олд игроктарда ғана бар. Қазіргі жалпы осы жақында 1-2 жылдың көлемінде ойнаған игроктарда жоқ. Мен бұрынғы аккаунтымда болған еді, осы бір тайни магазин бір бәлеге шыққан. Бірақ ол кездің өзі көбісі алмаған еді, негізі өйткені бұда қанша 250 алмаз болды сол кезде. Сосын көбісі асаш деп алмазын құрып қалған, бірақ мен жалпы сол кезде алып алғам.